Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін бізде электролиз тақырыбы. Жалпы электролиз, білесіздер, бұл екі сөзден тұрады. Электро және лизис деген. Электр деген енді білесіздер, ол электр тоғы, және лизис деген ыдырау. Яғни электр тоғы арқылы ыдырау деген мағынаны білдіреді. Міне соған байланысты біз бүгін есептерді шығаратын боламыз. Біріншіден назар аударайық. Кальций фторидінің балқымасын электролиз дегенде шығымы 80% болатын анодта түзілген заттың массасы дейді. Жақсы, бірінші біз зат мөлшерін анықтайтын едік. Кальций фториді дейді, кальций фтор 2. Енді бізде 39 грамм екен, ал мына фторидтің бізде малярлық массасы 78. 39-78-ге бөлеміз. 0,5 моль. Жақсы, келесі екіншісі. Міндетті түрде бұл нәрсеге назар аударамыз. Яғни бұл балқыма ма, жоқ әлде ерітінді ме? Бұл бізде балқыма. Демек ешқандай су жоқ. Онда біз қарапайым бұны не істейміз? Жай заттарға ыдыратамыз. Мына жақта тоқтың суретін қойып қойып, кальций және фтор 2. Міне тура осылай бөлінеді. Катодта бізде катион, яғни кальций, анодта бізде анод, яғни фтор түзіледі екен, катод, анод. Жақсы. Енді зат мөлшері біз жаңа ғана анықтадық, 0,5 моль. Бізде енді айтады анодта түзілетін заттың, яғни анодтағы зат бізде фтор. Фтордың зат мөлшері негізі 0,5 болу керек еді. Бірақ бізде не бар? Шығым бар. 80% болса, оны 0,8-ге не істейміз? Көбейтеміз. Өнім жақта тұрса, біз оны 0,8-ге көбейтеміз. Сонда 0,5-ті 0,8-ге көбейтетін болсақ, бізде 0,4 моль не түзіледі? Фтор түзіледі. Бұл бізде, құрметті оқушылар, практикалық, яғни іс жүзінде түзілетін зат мөлшері. Міне осы іс жүзінде түзілетін зат мөлшерді біз, яғни 0,4-ті малярлық массасына не істейміз? Көбейтеді екенбіз, яғни 38-ге. Нәтижесінде бізде 15,2 грамм фтор түзіледі екен. Яғни анодтағы затымыз бізде осы. Нұсқасын белгілейміз. Келесі есеп. 30% қоспасы бар 34,5 грамм мырыш сульфатының сулы ерітіндісін электролиз дегенде катодтағы металдың массасы мен анодтағы газдың көлемі дейді. Жақсы, енді қараңыздар. Мынандай сөзді көрсеңдер. Яғни 30% қоспасы бар десе, біз білеміз, жалпы зат ол 100%. 30-ы қоспа, онда тазасы қанша болады? Әрине 70% бізде не деген сөз? Таза деген сөз. Яғни мынау 34,5 граммның біз не шешесін табамыз? 70%-ын табады екенбіз. Яғни сол бізде мырыш сульфатының таза массасы болады екен. 34,5 көбейтілген 0,7. Міне. 34,5-ті 0,7-ге көбейтеміз. Енді бірден мына жақта зат мөлшерін анықтап жіберейік. Онда біз малярлық массасына бөледі екенбіз. Нәтижесінде бізде 0,15 моль, міне, зат мөлшері шығады екен. Енді ары қарай реакцияны жазамыз. Мырыш сульфаты, енді бізге айтады сулы ерітіндісі. Демек, плюс H2O дейміз. Катодтағы зат, анодтағы зат, қане жазып шығайық. Катодта бізде қараңыздар, бұл бізде мырыш орташа белсенділігі металл, сондықтан катодта бізде екі зат түзілу керек негізі. Мырыш және сутегі. Плюс анодта бізде оттегі және қосымша өнім ретінде күкірт қышқылы H2O бізде бөліну қажет. Реакцияны теңестіретін болсақ, мына судың алдына біз 2 деген коэффициентті қоямыз, және бізде барлығы теңесті. Енді қараңыздар, мырыш сульфаты бізде 0,15 моль. Бізде катодтағы металл дейді, яғни ол бізде мырыш 0,15, және анодтағы газдың көлемі дейді, ол да бізде 0,15. Так, мырыштың массасын анықтайық, масса цинк 0,15-ті біз көбейтеміз, мырыштың малярлық массасы бізде 65, жақсы, сонда бізде 9,75 грамм екен, Жақсы. Енді анодтағы газдың көлемі дейді. Анодтағы газ бізде оттегі. Ол да бізде 0,5 моль. Көбейтеміз 22,4-ке. Жақсы, бізде 3,36 литр деген бізде жауаптар шықты. Енді қараңыздар. Бізде 9,75 жуықтасақ әрине 9,8 грамм деген бар. Бірақ 3,36 литр деген бізде жауап жоқ мына жақта. Ешқандай, Енді оған жуықтайтын болсақ 3,4 литр дегенде жоқ. Сонда біз не істейміз? Мынау жалпы ОБТ-да көптеген мынау орташа белсенділігі бар металдарда бізде сутегін бөлмейді. Яғни тек қана мырыш және оттек плюс H2O деп жазылады осылай көбінесе. Сондықтан енді әрине мына жақта заттардың алдындағы коэффициенттер де өзгереді екен. Қане коэффициенттерін өзгертіп жазайық барының. Міне енді теңесті қойдым. Енді қараңыздар. Осылай біз есептейтін болсақ, міне мырыш сульфаты 0,15 моль, онда мырышта 0,15, ал бірақ оттек, міне көрдіңіздер, зат мөлшері уже басқаша болады. Мына 0,15-ті 2-ге бөлеміз, оттегін алдында коэффициентке көбейтеміз,
Сонда бізде мына жақта 0 бүтін қанша? 0,15-ті 2-ге бөлетін болсақ, 0,75 моль. Міне көрдіңіздер ме? Уже басқаша. Енді мырыштың массасы тура солай 9-да 8 грамм шығады, иә, тура солай. Ал бірақ оттегінің көлемі уже басқаша. 0,75-ті 22-де 4-ке көбейтетін болсақ, уже бізде 1,68 литр шығады екен. Міне көрдіңіздер ме? Басқаша. Сонда біз мына жақта G нұсқасын белгілейді екенбіз. Міне енді бұл ереже, мынау ережені негізінен ұмытпаймыз. Бұл ереже дұрыс, бұл реакция да дұрыс. Бірақ мынау есеп енді бір ерекше жағдай, сутегін бөлмей осылай қарастырылған екен. Енді әр есеп әртүрлі әрине. Бірақ сонда да біз мынау ең бастапқы ережені ұмытпауымыз керек. Жақсы. Келесі. Массалық үлесі 20%, массасы 250 грамм натрий хлоридінің ерітіндісі электролизденгенде 1,12 литр сутек бөлінген дейді. Осы реакция өнімінің шығымын және түзілген натрий гидроксидінің массасын есептеңіздер. Жақсы, енді қараңыздар. Бұндай жағдайда бізде сутек бөлінген дейді. 1,12 литр. Бұл бізде бөлінген, алынған, түзілген деген нақты сөздер болатын болса, онда бұл бізде практикалық болады, құрметті оқушылар. Бұл деген сутегінің біз практикалық несін анықтаймыз? Зат мөлшерін анықтап қояйық. Яғни 1,12-ні мен 22,14-ке бөлем. Жақсы, 0,5 моль. Болды, осылай қалдырамыз әзірше, ол осылай тұра берсін. Енді кеттік. Бірінші. Натрий хлоридінің ерітіндісінің біз құрамынан таза натрий хлоридінің массасын анықтаймыз. Білесіздер, 250-ді мен 0,2-ке өтем. Сразу зат мөлшерін анықтайын, онда біз тағы да не істейміз? Малярлық массасына бөлеміз, 58,5-ке. Ал кеттік. Жақсы, сонда бізде зат мөлшері 0,185 немесе 855 деп алайық шымына жата. 855 моль. Кеттік. Енді екіншісі біз не істейміз? Электролиз теңдеуін жазамыз. Бізде ерітіндісі деген, сондықтан құрамына тағы да су қосамыз, плюс H2O, электролиз, катод, анод деп қойып. Катодта бізде сутегі бөлінеді. Себебі натрийіміз бізде белсенді металл, анодта хлордың өзі түзіледі. Және қосымша өнім ретінде бізде натрий гидроксиді. Реакцияны теңестірейік бәрін. Артық болып кетті ғой, енді теңесті қойдым, қарайық, бір қарап шығайық. Теңесті, керемет. Енді зат мөлшерлерін жазайық. Натрий хлориді бізде 0,855 болғаны. Онда бізде катодта түзілетін затымыздың зат мөлшері 0,855-ті біз 2 есе бөлеміз. Сонда мынау катодтағы затымыздың зат мөлшері бізде қанша болу керек? 0,10,4275 болу керек екен. Көрдіңіздер ме? Мынау практикалық емес, теориялық, құрметті оқушылар. Мынау теориялық. Онда шығымды анықтайық, қараңыздар. Шығымды білесіздер, ол практика бөлінген теория еді, практикамыз бізде қанша? Практикамыз бізде міне 0,105, оны бастапқыда анықтап қойдық. Ал теориялығында қараңыздар 0,4275. Және 100-ге көйтеміз енді шығымын анықтау үшін. Сонда негізі 0,4275 деген түзілу керек еді, бірақ бізде 0,105, яғни азырақ түзіліп қалды біз ойлағаннан. Сонда біз ойлағанның неше пайызы жүзеге асты, соны біз анықтауымыз керек. Сонда мына жерде есептейтін болсаңыздар 11,7% бізде шығым болады екен, құрметті оқушылар. Яғни біз енді 100% ойбай мен мысалға, қазір мен мына тесттен 100 алам деп есептейсіңдер ғой, мысалға. Бірақ шын мәнінде есептеген кезде сіздер 12 балл алып қалдыңыздар. Енді сен ойлайсың теорияда 100 алам деп, бірақ практикада мысалға 60 алып қалсаң, сенде шығым 60% болады. Деген сияқты. Мұнда да міне тура сол 11,7% бізде шығым. Енді қараңыздар. Бізде тағы да натрий гидроксидінің массасын есептеңіздер. Мынау шығым бізде тек қана сутекке емес, мынаның бәріне бірдей әсер етеді екен, құрметті оқушылар. Сонда біз мына жақта натрий гидроксидінің жаңағы практикалық зат мөлшерін есептейтін болсақ, біз мына жақта 0,4275 емес, нешені қолданамыз? Мынау практикалықты қолданамыз. Яғни сутегіміз бізде 0,105 қой. Ал натрий гидроксиді онда 0,1 болады екен. Осы жерде массасын анықтаймыз, 0,1-ді көбейтеміз 40-қа, бізде 4 грамм болады екен. Яғни мына жақта болатын шығым, мынау сутекке ғана емес, бәріне тәуелді. Яғни мынау пайыз бәрібір сақталады деген сөз. Сонда жауаптары 11,7% және
4 грамм болады екен. Келесі. Заттың формуласы мен сулы ерітіндісіне электродтарда бөлінетін заттарды сәйкестендіріңіз дейді. Жақсы, енді калий сульфатын, міне, әрқайсының сулы ерітінділері деген электродтарда бөлінетін заттарды сәйкестендіріңіз. Так, калий бізде белсенді металл, сондықтан сутегі бөлінеді, ал анодта бізде не бөлінеді? Оттегі бөлінеді. Сондықтан мынау бірге бізге А нұсқасы жарайды, иә? Енді сутек, оттек, енді калий сульфаттың өзі түзілетін мына жақта, құрметті оқушылар. Енді қосымша өнімді білмеймін, жазбай қояйық, иә, негізі. Сутек пен оттек, яғни бұған қасына жазып қояйық, А нұсқасы келеді екен. Кальций хлоридінің сулы ерітіндісі кеттік. Бұнда кальций белсенді металл, сондықтан сутегі түзіледі. Және анодта бізге хлордың өзі түзіледі. Яғни А2 мен хлор 2, бұған сәйкес бізде С нұсқасы келеді екен. Темір сульфаты. Енді темірді қарайтын болсаңыздар, құрметті оқушылар, бұл бізде белсенділігі орташа металдардың қатарында. Сондықтан катодта бұда екі нәрсе түзіледі. Темір және сутек. Ал анодта бізде оттегі газы бөлінеді. Сондықтан бұл жерде бізде Д нұсқасы сәйкес келеді екен. Магний нитраты. Магний белсенділігі бізде жоғары, сондықтан анодта тек қана, катодта бізде тек қана сутегі түзіледі, ал анодта оттегі. Енді бұда да бізде А нұсқасындай екен, е? А нұсқасындай. Келесі H хлор, бұның сулы ерітіндісі болатын болса, енді бізде катодта бізде сутегі бөлінеді, ал анодта хлор газы бөлінеді екен. Яғни мынау С жағдайында ұқсайды екен. Сонда АЦ, ДАЦ деген міне жауаптары болады екен. Сонда мына жақта Б ешқайсында жоқ бізде, және Е нұсқасы ешқайсында бізде кездеспейді екен. Жақсы, келесі. 11,7 грамм натрий хлориді мен 10,4 грамм барий хлоридтерін электролиздегенде түзілген қоспаны толықтай бейтараптандыру үшін қажет 17%, 17,5% тығыздығы осындай тұз қышқыл ерітіндісінің көлемін анықтаңыз. Ал кетті. Енді мына жақта қараңыздар, бізде қоспа берілген натрий хлориді бар біреуінде. Так, жеке-жеке есептеге 11,7-ні бөлеміз. 58,5-ке бізде 0,2 мол шығады. Тура солай, мына жақта барий хлоридін жазайық. Барий хлориді, яғни 10,4 грамм. Бұны бөлеміз біз малярлық массасына. Барий бізде 137, хлор 71, сонда 208 шығады екен. Сонда бұда да енді 0,2 мол, бізде. Жақсы, электролизден түзілген қоспаны толықтай бейтараптандыру үшін дейді. Жақсы, енді мына жақта бізде айтылмаған, бұл бізде ерітінді ме, жоқ бұл әлде бізде балқыма ма? Мысалы, енді біз балқыма деп есептеп көрейік, бұны. Натрий хлориді, онда натрий мен хлор түзіледі, мысалға. Бірақ бізге қараңыздар, бейтараптандыру үшін дейді, бізге тұз қышқылы жұмсалады екен. Енді тұз қышқылы білесіздер, ол H хлор. Ол әрине бізде негіздермен әрекеттескенде ғана бейтараптанады, солай емес пе? Сондықтан бұл жерде онда не бар деген сөз? Су бар деген сөз. Себебі балқымасы болса, мына жақта ешқандай бейтараптанатын нәрсе жоқ та, натрий мен хлор түзіледі. Оны қайсын бейтараптайсың? Ешқандай негіз емес, гидроксид жоқ бұл жерде. Сондықтан біз мына жаққа тағы су қосамыз. Яғни бұлар сулы ерітінділер деген сөз. Так, катодта бізде сутегі, анодта хлор, және ерітіндіде бізде натрий гидроксиді. Вот, міне көрдіңіздер ме? Гидроксид бұл жерде түзілді. Реакцияны теңестірейік. 2, мына жаққа да 2 қоямыз. Теңесті ма? Сутегін судың алдына 2-ні қоямыз, міне енді теңесті. Так, тура солай мына жақта барий хлоридін жасайық. Барий хлоридінің ерітіндісін. Так, мынау сұр болып кетті ғой. Барий хлориді плюс су. Тура солай сутек, хлор және барийдің гидроксид түзіледі. Бұнда да барий OH екі еселенген. Реакцияны теңестіреміз. Бұл жағдайда тек қана судың алдына 2 қойсақ жеткілікті сияқты, мына жерде. Судың алдына 2 қоямыз, болды. Енді зат мөлшерлерін жазайық. Міне, натрий хлориді 0,2. Одан түзілетін натрий гидроксиді қанша? Болды, 0,2. Болды. Әдірше осылай жазып қойық. Барий хлориді 0,2. Түзілетін гидроксид, онда да бізде 0,2-ке тең. Енді қараңыздар. Мына жақта бізде натрий гидроксиді бар. Натрий OH бар. Екінші жағдайда бізде барий гидроксиді бар. Барий OH екі еселенген. Енді бұларды бейтараптау үшін не қосады? Бізге есептің өзі айтқан, тұз қышқылын қосады. H хлор. Жақсы, H хлор деп жазайық онда. Енді қандай заттар түзіледі? Бейтараптану реакциясы жақсы білесіздер енді. Натрийдің хлориді түзіледі, плюс су, H2O бейтараптанған бөлшегіміз.
Келесі екінші жағдайда бізде барийдің хлориді түзіледі. Барий, хлор 2 плюс су. Тура солай. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Бірінші реакция бізде толықтай теңескен, екінші реакцияда мынандай 2 деп коэффициенттерді қойып жүреміз. Енді зат мөлшеріне келейік. Қараңыздар. Натрий гидроксид 0,2 болса, оған жұмсалатын тұз қышқылы ол да 0,2. Барий гидроксиді міне мына жақта есіріндемін, ол да 0,2 шықты. Ал реакцияға қажет хлор сутек одан 2 есе көп қажет, 0,4. Сонда жалпы біз қарастыратын болсақ, хлор сутегіміз бізде 0,6 ғой енді, 0,6 моль. Осы жерден біз массасын анықтаймыз. Масса хлор. 0,6 моль. Оны көбейтеміз біз 36,5-ке. Ал кеттік. Жақсы, бізде 21,9 грамм шықты. Енді қараңыздар, бірақ бізде пайыз берілген. Бұл неше пайызы бізде? Бұл бізде 17,5 пайызы ғана. Ал бізге 100 пайызын анықтап керек. 100 пайызы X. X-ті осы жерден анықтап жүрейік. Бұл бізде масса ерітінді болады, құрметті оқушылар. 21,9 100-ге көбейтіп, 17,5-ке бөлеміз. Сонда бізде 125,14 грамм шығады. Бұл бізде масса ерітінді. Масса ерітінді деп қояйық. Енді бізден сұрап жатқан нәрсе ол бізде ерітіндінің көлемі. Мына формуланы бәріміз білеміз. М тең ρ V. Ал осы жерден В, яғни көлемді анықтау үшін біз массаны тығыздыққа бөлеміз. Онда В тең масса ерітінді, яғни 125,14-ті мен бөлемін тығыздыққа. Міне есепте жазылған ол 1,085. Кеттік. Жақсы, сонда біздің жауабымыз мына жақта қанша шықты? Кәне жазайық. Так, 125,14 бөлінген бізде 1,85. Жақсы, сол кезде біздің жауап 115,3 миллилитр. Міне, құрметті оқушылар, осы нұсқаны белгілейміз. Яғни, жауаптарына сәйкес бұл жерде Е нұсқасы міне сәйкес келеді. Ал егер бұны литрге айналдырсақ, мына жақта ешқандай мән жоқ, сондықтан мына литрлерді белгілейміз. Тек қана бір ғана дұрыс жауап, осы Е нұсқасын белгілейміз. Әрине, жауаптардың ішінде мысалға, мына жақта 0,115 деп литр деп тұратын болса, онда әрине біз осы жауапты да белгілейтін едік. Себебі екеуі бір шама ғой, литрді миллилитрға айналдыра салған. Міне, құрметті оқушылар, осы есеп міне осылай аяқталады екен. Келесі, және соңғы есеп, қараңыздар. 2 моль темір эквивалентті хлориді бар ерітінді электролизденгенде түзілетін темір гидроксидінің массасы дейді. Так, енді реакция жазайық, қараңыздар. Темір хлориді, феррум хлор 2. Ерітінді дейді, суды қосамыз. Ал және электр тоғынан өткіземіз. Енді катодта бізде қандай заттар түзіледі? Темір бізде белсенділігі орташа болғандықтан, бұда темір мен сутегі қатар бөлінеді. Анодтың құрамында бізде хлор деген газ түзіледі. Және темірдің 2 валентті гидроксиді бізде ерітіндіде былай айтқанда түзіледі. Енді реакциялардың барлығын теңестірейік қане. Темір хлоридінің алдына мен 2-ні қоям. Себебі 2 темір, оң жақта. Хлордың алдына 2 қоям. Так, сутектің алдына бізде 2 қойылады. Және болды, теңесті қой деймін. Енді қарайық. Бізде 2 моль темір бір эквивалентті хлорид дейді. Мынау зат мөлшері 2 моль. Онда темір гидроксидінің зат мөлшері қанша болады? Дұрыс, 2 есе аз. Яғни 2-ні 2-ге бөлеміз, бізде 1 моль ғана болады. Болды, онда масса темір OH 2 еселенген бізде қанша болады? Зат мөлшерін малярлық массаға өтеміз. Енді зат мөлшері бізде 1-ді нешеге өтеміз? 56-34 болсақ 90-ға, 90-ға өтеміз. Сонда енді 90 граммның өзі болады екен. Болды. Есеп осымен аяқталды. Біз G нұсқасын бұл жағдайда, құрметті оқушылар, белгілейміз. Көрдіңіздер ме? Мына жерде өте маңызды. Катодта темір мен сутегін қатар бөледі екенбіз, Міне осы нәрседен шатаспаңыздар. Белсенділігі орташа металдарда катодта міндетті түрде темір және енді сол металл және сутегі бөлінеді. Ол міндетті түрде. Міне осымен, құрметті оқушылар, электролиз тақырыбына байланысты біз есептерді аяқтаймыз. Егер сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.